Қазақстандықтардың зейнетақы шоттарындағы жинақтары өте аз. Неліктен бұлай деген сауал туындауы орынды. Зейнетақы жүйесіне тұрақты түрде төлем аударып отырғандар ғана болашақта зейнеткер атана алады. Яғни ай сайын тұрақты түрде зейнетақысын алып отырады. Ал төлем жасамағандар ше? Төлем жасағандардың өзінде алатын зейнетақысы төмен. Неліктен? Бұған қаржыгер жауап береді. Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Digital Business Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының төрайымы Елена Бахмутовадан Қазақстанның зейнетақы жүйесінде қандай проблемалар бар және ол жеке зейнетақы қорлары жүйесіне қайта оралған дұрыс па деген сауал тастаған болатын. Елена Бахмутова бүгінде зейнетақы жинақтарының 99%-ын ұлттық банк басқарады деп атап өтті. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры техникалық есепке алу функциясын орындайды. Ол жай ғана жарналар мен жинақтарды тіркейді. Бізге жеке зейнетақы қорларын емес, жеке басқарушы компаниялар жүйесіне, яғни салымшылардың мүддесі үшін зейнетақы активтерін басқарудағы бәсекелестікке оралу керек. Бұл іргелі нүкте. Енді салымшы жинақтарының бір бөлігін жеке басқарушы компанияларға аудара алады. Бірақ мұны ешкім дерлік жасамайды. Өйткені адамдар белсенді басқарудан айырылады. 2014 жылы активтер бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры орталықтандырылғанында 10 жылдан астам уақыт өтті. Ұлттық банк барлық активтерді өз басқаруына алды. Осы уақыт ішінде инвесторлар тәуекелді бағалаудағыларын жоғалтты, қатысуды жоғалтты. Ал қазір сенім мен белсенділікті қалпына келтіру өте баяу. Жүйе қажет болғандай жұмыс істегенше тағы 10 жыл қажет болуы мүмкін. Неліктен үнемдеу соншалықты аз? Оның себебі қарапайым. Көбі зейнетақы жүйесіне мүлдем қатыспайды, немесе ең төменгі деңгейде ғана жарна аударады. Міне сіз үшін цифр. 2024 жылы зейнеткерлікке шыққандардың тек 26%-ы қаржыландырылатын жүйеде 5 жылдан астам еңбек өтілі болған. Ал қалғандары ше? Кейбірі анда-санда төлесе, кейбірі мүлде төлемеген. Көпшілігі ең төменгі жалақы есебінен жарна аударған. Содан кейін таң қаласыз, неге мұндай төмен төлемдер? Біздің жүйе кеңестік кезеңдегідей ынтымақты емес. Бұл жинақ моделі. Қанша ақша салсаңыз, сонша аласыз. Сіз 25 жыл бойы тұрақты түрде жақсы жалақыны 10% аударғандардың төлемдерін барлық жылдар бойы 10-15 арна жарна жасағандармен содан кейін ең аз мөлшерде салыстыра алмайсыз. Бахмутованың айтуынша әңгіме өзін-өзі жұмыспен қамтығандар туралы болып отыр. Олардың шамамен 2 немесе 2,5 миллионы бар және олар жүйеге ешкене төлемейді. Бірақ қаржыландырылатын бөлігі болашақ зейнетақының негізіне айналады деген ой болады. Енді мемлекет тек негізгі бөлігін, күнкөріс минимумының баламасын ғана береді. Қалғаны азаматтың еншісінде деп түйіндеді әңгімесін. Сонда болашақта бетпе-бет келетін шындық бірыңғай зейнетақы жинақ жүйесіне тұрақты түрде төлем аударып тұрғандардың ғана зейнетақысы дұрыстау болады. Ал мүлдем зейнетақы төлемі жоқтар ештеңеден үміттенбей-ақ қойса да болады. Яғни олар болашақта мүлдем зейнетақы алмайтын болады. Зейнетақы жүйесіне қатыспағандардың болашағы осылай болмақ.